Екінші сабақ екі таңбалы сандарды оқу және жазу. Бірінші есеп. Мирастың жазғы демалыста қандай кітаптар оқығанын біл. Ол үшін дөңгелектер санын кітаптардың жанындағы сандармен сәйкестендір. Сәйкес сандар ғана жауаптың дұрыстығын білдіреді. Яғни, А есебіне қарайық. Бірінші біз берілген дөңгелектер санын санап шығайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Яғни бірінші қатарда 10, екінші қатарда 10. Демек, барлығы 20 жасыл дөңгелек бар. Және сары дөңгелектердің саны бізде 5. Сонда 20-ға 5-ті қосатын болсақ, 25-ке тең. Келесі екінші. Ә суретінде жасыл дөңгелектерді санап шығайық, яғни олардың саны бізде 10-ға тең, ал сары дөңгелектердің саны 9-ға тең. Демек, 10-ға 9-ды қоссақ, 19. Ал үшінші Б суретінде жасыл дөңгелектердің саны 30-ға тең, ал сары дөңгелектердің саны 4-ке тең. Демек, 34. Енді осы дөңгелектер санын кітаптардың жанындағы сандармен сәйкестендірейік. Яғни бірінші суретте бізде 25-ке тең, демек ол ортада тұрған кітапты жазғы демалыста оқыған. Келесі екінші Ә есебінде 19. Бірақ бізде 19 саны жоқ. Ал соңғы үшінші есепте 34, яғни ол бірінші тұрған кітапты оқыған. Демек, Мирастың жазғы демалыста қандай кітаптар оқығанын білдік. Бірінші және екінші кітаптарды оқыған. Екінші есеп сандарды жаз және оқы. 2 ондық 8 бірлік. Бұл бізде, яғни 28-ге тең. Келесі 6 ондық 0 бірлік. Бұл бізде 60-ға тең. 3 ондық 9 бірлік 39-ға тең. Ал 75 бірлігіміз бұл 75-ке тең. Немесе 7 ондық 5 бірлікке тең болады. Үшінші есеп 2 таңбалы сандарды жаз және оқы. А есебінде ондықтары мен бірліктерінің цифрлары бірдей. Яғни, ондығы да бірлігі де бірдей болса, демек, екі санда, екі таңбалы санның құрамындағы екі санда бірдей болу керек. Демек, ол бізде 11-ден басталады. 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 және 99. Яғни, есептің шартына сәйкес, ондығы да бірлігінің де цифрлары бірдей екі таңбалы сандарды жазып шықтық. Енді келесі Ә есебінде ондықтарының цифрлары бірдей 4-ке тең, ал бірліктерінің цифрлары әртүрлі. Демек, бұл 4 санынан басталатын екі таңбалы сандарды жазып шығуымыз керек. Демек, 40-тан бастаймыз. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 сандары. Яғни, барлығының да ондығы 4-ке тең, ал бірліктері әртүрлі. Келесі 4-ші есеп, А есебі сандарды өсу ретімен жаз. Яғни, сандарды өсу ретімен жазу үшін біз ең кіші саннан бастаймыз. Яғни, берілген сандардың ішіндегі ең кіші сан бізде 0. Келесі сан 2, 5, 7, 14, 16, 18 және ең үлкен санымыз бізде 20. Демек, берілген сандарды кішісінен бастап үлкеніне қарай өсу ретімен жаздық. Ә есебі мына сандардың арасындағы сандарды ата. Бірінші 15 пен 18. Яғни, 15 пен 18-дің арасындағы сандар 16 және 17 сандары. Келесі 7 мен 14-дің аралығындағы сандар, яғни 8, 9, 10,
11, 12 және 13 сандары. Яғни біз берілген екі санның аралығындағы сандарды жазып шықтық. Келесі 5-ші есеп. Сәйкестендір ауызша. Яғни бізге сандар берілген және санның оқылуы берілген. Бірінші есеп бізде 25 саны. Яғни ол санның оқылуы бізде, яғни ә суретіне сәйкес келеді. Екінші сан 34. 34 санының оқылуы Б жазуына сәйкес келеді, яғни екінші сан бізде 34. Ал үшінші сан 78, яғни ол А қатарында көрсетілген. Демек, үшінші сурет А. Алтыншы есеп. 9 саны 6-дан неше бірлікке артық? Оны табу үшін біз үлкен саннан кіші санды азайтайық. 9-дан 6-на азайтсақ 3-ке тең, демек 3 бірлікке артық. Яғни 6-ға 3-ті қоссақ бізде 9 шығады. Келесі ә есебі 4 саны 8-ден неше бірлікке кем? Тағы да үлкен саннан кіші санды азайтамыз. 8-ден 4-ті азайтайық. 4-ке тең, яғни 4 бірлікке кем. Келесі 7-ші есеп. Есепті шығар. Анам дүкеннен 10 жұмыртқа сатып әкелді. Олардың 4-еуінен әпкем құймақ дайындады. Неше жұмыртқа қалды? Есептің шартын құрайық. Яғни бізде барлығы 10 жұмыртқа бар. Және олардың 4-еуінен құймақ дайындады. Яғни құймаққа 4 жұмыртқа кетті. Сонда бізде қалды неше жұмыртқа? Енді шешуі. Яғни барлығы 10 болса, оның 4-еуінен құймақ дайындаса, қалғанын табу үшін 10-нан 4-ті азайтамыз. 10-нан 4-ті азайтсақ, бізде 6-ға тең. Сонда есептің жауабын жазайық. Бізде 6 жұмыртқа қалды. Келесі 8-ші есеп 9-ға дейін толықтыр. Яғни берілген сандарға қандай сандарды қоссақ 9-ға тең? Яғни 7-ге 2-ні қоссақ 9, 6-ға 3-ті қоссақ 9, 5-ке 4-ті қоссақ 9, 4-ке 5-ті қоссақ 9, ал 3-ке 6-ны қоссақ 9. Бұл есепті керісінше азайту амалымен де шығаруға болады. Келесі қатарда кестеде 3-ке кеміт. Яғни берілген сандардан 3-ті азайтамыз. 9-дан 3-ті азайтсақ 6-ға тең, 13-тен 3-ті азайтсақ 10-ға тең, 5-тен 3-ті азайтсақ 2-ге тең, 17-тен 3-ті азайтсақ 14-ге тең, ал 4-тен 3-ті азайтсақ 1-ге тең. 9-шы есеп. 2 таңбалы сандарды жаз және оқы. А есебі. Ондықтары 1-ге тең, ал бірліктері әртүрлі. Демек, бір санынан басталатын барлық 2 таңбалы сандарды жазып шығамыз. Олар 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 және 19 сандары. Демек, барлығының да ондықтары 1-ге тең, ал бірліктері әртүрлі. Келесі ә есебінде ондықтары әртүрлі, ал бірліктері 1-5-ге тең. Яғни 5-пен аяқталатын барлық 2 таңбалы сандарды жазып шығайық. Олар 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 және 95 сандары. Яғни барлығының бірліктері 5-ге тең, ал ондықтары әртүрлі.